Саламатсыздар ма? Тоқыма өнерін сүйетін аяулы ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Жанаргүл. Алдыңғы видеода мен сіздермен осы байпақтың тоқылу жолымен бөліскен болатынмын. Естеріңізде болса, бұл 3 бөліктен тұрады деп айтқан едім. Енді бұның бүгін тоқып үйренетініміз осы табан бөлек тоқылады деп айтқанмын. Соның табанның тоқылу жолымен бөлісетін боламын. Одан кейін келесі жолы мына жерде мына ойықты көріп тұрсыздар ма? Сол ойықты қалай былай түзу етіп тоқып үйренеміз и табанды қосып барлығын тігетін боламыз. Ендеше осы жұмысқа керекті заттар бізде бізбен қайшымыз жүреді міндетті түрде. Сосын жіпті міне мынандай жіппен бастайтын боламын. Табанды осы жіппен тоқитын боламын. Ярнард деген турецкий жіп, акрил бар ішінде, микрофибра бар, кішкене капроновый сияқты созылыңқы. Созылғанда қатты созылмайды. Капроны бар ішінде енді. Көпке шыдайды. Тез жыртыла қоймайды. Сондай жақсы жіп. Осындай жіппен бастасаңыздар болады. Енді оны мен жіпті бүйтіп орап төгіп алдым. Сіздерге түсінікті болу үшін мен бір табанды тоқып қойдым. Енді келесі бір парын сіздермен бірге отырып тоқып үйренетін боламыз. Бісміллә деп жұмысымызды бастаймыз. Міне бізбен мынандай етіп 35 жіпті іліп алдым. 37-ші размерге тоқитын болғандықтан осындай 35 жіпті іліп алдым. Енді осыны екіге бөлеміз. 17-17-тен болады. Бір жіпті көтеріп ілген бізге көтеріп алған жібім, оны санамағанда 34 екіге бөлеміз. 17-17-ден. Енді 17-ні бір былай етіп тоқып шығамыз. Жіп ілмей, бізімізге жіп ілмей, былай бір ғана немен тоқып шығамыз. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Соңғы 17-ші жіп міне. 17 жіпті осылай тоқып шығамыз. Бізімізге жіп ілмей. Енді 17 жіпті бізге жіп іліп алып отырып, 17 жіпті тоқып шығамыз осылай. Сонда мына жерде 2 қатар өседі. Бұлай. Мынау 1 қатар болып, мынау 2 қатар болып тоқылады. Түсінікті болу үшін бірінші қатарын осылай көрсетіп отырмын сіздерге.
толықтай. Мына соңғы жіпке дейін, мына жердегі бір жіпке дейін тоқып келесіздер осылай. Міне соңғы бір жіпке де келіп жеттік. Міне мынау соңғы бір жіп. Осы жерде 7 жіппен өсіреміз. Осы бір жіптен 7 жіп өсіріп аламыз. Мынау бірінші, дәл сол жерден қайтадан екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші соңғы жіп. Осылай етіп 7 жіпті өсіріп алдық. Міне. Мынау былай домаланады. Міне мына жер осылайынан домалап шығады бүйтіп. Енді келесі мына қатарды, осы қатарды мына 17 жіп өсіріп, жаңағыдай екі қатарға тоқып шыққан жеріңіз бар ғой, екі өсіріп былай екіге. Сол жерге дейін 17 жіпті тоқып келесіздер. Одан кейін мына 17 жіпті бір ілмей 17 жіпті тағы тоқисыздар. Мына жерде жібіліп отырып тоқисыздар бізге. Мына жерде ілмей отырып тоқып шығасыздар. Мына басына келгенше, мына жердегі бір жіпке келгенше осылай тоқып шығамыз. Міне мына өкше жағындағы бір жіпке келдік. Мынау біздің бармақ жағымыз, мына жалпағырақ болып тұрған. Мынау өкшеміз жағы. Енді осы жердегі міне соңғы жіптен, мына жердегі мына соңғы жіптен 5 жіпті өсіріп аламыз тағы да. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне 5 жіпті өсіріп алдық. Енді бұны мына бірінші жіп тұрған бірінші жіппен бекітетін боламыз. Енді келесі қатар, екінші қатарымызды бізімізге жібіліп алу арқылы екі қатар қылып тоқимыз. Бірінші жіпке 3 жіп іліп аламыз. 2, 3. Енді осы келесі неге, мына бізіңізге бүйтіп жібіліп алып, келесі тесіктен бүйтіп өткізіп аласыз да. Ендігі барлығы осылай іске асады. Мынаның тіпті арасы алшақтап кетті. Мен мына жерден алайын қазір. Осы жерден алайын тағы бір жіпті. Арасы ашылып қалды. Міне осылай. Енді міне келесіден аласыздар осылай. Міне. Жіпті ілесіз. Тесікке бізді саласыз, жіпті алып шығасыз да. Бірінші мына екеусін тоқып аласыз. Міне, мына екеусін тоқып аласыз. Жіпті шығарып, тағы мына екеуін тоқисыз. Осылайша мына басына дейін, мына жерде жаңағы 7 жіп өсірдік қой, сол жерге дейін өзгеріссіз осылай жаңағыдай жіп алып отырып, осы жерге дейін тоқып келеміз. Жіп өсірген жерімізге дейін.
бас жақтағы 7 жаңа өсірген жібімізге келдік. Өсірген қатарымызға. Міне санасаңыздар, мына жерде 1, 2, 3, ортадағы жіппен 4, мына жағында 3 жіп, 7 жіп. Мынағында 3, мынағында 3, ортасында біреу тұр, иә. Енді осының әрбір жаңағы бір жіптен 2 жіп өсіріп аламыз. Мұны. Дәл сол тоқыған жерімізге қайтара осылай. Келесіге де дәл солай. Келесі қатарға міне. 1, 2, 1, 2. Міне осылайша жаңа бірінші қатарда 7 болды ма, ендігі 14 болады. 14 болып, мына жерде өсіріп болғаннан кейін келесі мына басқа дейін тоқып шығамыз. Мына қысқарған жаңа өсірген жеріміз осы жерден бітеді. 3 жіппен 7 жіпті 14 жіп жасаймыз. Содан кейін былай қарай жаңа біздімізге бір жіпті іліп ала отырып, мына өкшенің жаңа өсіретін жерге дейін келеміз. Осы жерге дейін тоқып келеміз. Міне енді өкше жағындағы 5 жіпке келдік. Бірінші қатарда 5 жіп өсіргенбіз. Енді сол әр қайсысынан әр жерден 2 реттен тоқып 10 жіп қылып өсіріп аламыз. Міне біреу екіншісін тоқып жатырмын. Біреу. Дәл сол жерден қайтадан 2. Біреу. Екеу. Біреу. Екеу. Мына болды. Енді мына жерге бұны біріктіріп аламыз. 3 жіп өсіріп аламын. Енді ары қарай мына бас жағына дейін мына жердегі өскен өсірдік қой, мына жерде 7, екінші қатарда 14 болды. Сол жерге дейін солай жіп іліп алып отырып, осы жерге дейін тоқып келеміз. Міне, бір-бірден әрқайсысынан. Бұл жерде жіп қоспаймыз енді. Осылайша мына жерге дейін тоқып келеміз. 14 жіпке дейін. Бас жағына келдік. Енді бас жағында жаңа өсірген 14 жіпімізді екінші қатарда, мына бірінші қатарда 7 жіп, екінші қатарда 14 жіп. Енді келесі қатарда олай айтып тоқимыз. Біріншісінде 2 жіп аламыз. Бір жерден 2 жіп өсіреміз. Бір қатардан, бір тесіктен 2 қатар шығарамыз ғой. Міне, бір жерден 2 шығардық па? Келесі де біреу тоқимыз. Келесі де 2 тоқимыз. Міне дәл сол жерге қайтадан бір жерден 2 тоқып аламыз. Келесі де біреу тоқимыз. Ең алғашқы бірінші жіпте 2 тоқимыз. Содан кейін біреу, 2, біреу, 2, біреу етіп, мына жердегі қосылған жіпке 14-ші жіпке дейін солай тоқып аламыз. Содан кейін бас жағына дейін еш өзгеріссіз тоқып шығамыз. Мына өкшесіне келгенше тоқып шығамыз. Мына жағында айтатын нәрсе, мына жерде бас жағында қалай жаңа өсірдік жіпті, мына аяқ жағында да, өкші жағында да дәл солай өсіреміз. Сондықтан жаңа мен мына жағын көрсетпей тоқып өтіп кеттім.
мына жерде жаңа екінші қатарда біз үшінші қатарда біз біреуін екеу бір жерге екеу тоқыдық, екінші жерге біреу, екеу, біреу етіп кезектестіріп тоқыдық, очередовать еттік. Енді мына жерде өсірген жеріміз ғой, мынау өскен жеріміз. Енді осы жерде біреуіне ең алғашқысына екеу тоқимыз. Дәл сол жерден екеу тоқып аламыз да. Ал келесі екеуіне, мына біріншісі, екіншісі бір-бірден тоқимыз. Бір-бір қатардан тоқимыз. Міне, тағы қайталап айтайын. Мына жерге біреуіне екеу тоқимыз, екеуіне бір-бірден тоқимыз. Қайтадан тағы да біреуіне екеу, екеуіне бір-бірден. Осылайша мына қосқан жерімізді аяқтаймыз. Мына жерге дейін, өскен жерге дейін. Келесі өкшені де дәл солай. Бір жерге екеу, екі жерге бір-бірден. Дәл осылай өтіп, мына жерге кеп аяқтайсыздар. Ары қарай тағы көрсететін боламын. Міне мынандай етіп төртінші қатарын аяқтадық. Енді осылай жіңішке табан етіп қалдырсаңыздар да болады негізі. Бірақ мына байпаққа бізге кішкене жалпақтау табан керек. Мына байпаққа бізге жалпақтау мынандай табан керек. Сондықтан мен енді мына бір қатарды жіп ілмей, жандай бұлай жаңа баста бұлайынан жібіліп алып тоқыдық қой. Үш қатарды, төрт қатарды да енді жіп ілмей әрбір қатарды осылай жіп ілмей осылай бір қатар тағы тоқып шығатын боламын. Маған кішкене жалпақтау табан керек болғандықтан. Ал сіздер осылай жіңішке күйінде қалдырам десеңіздер, солай қалдыра берулеріңізге болады. Ер адамдарға кішкене жалпақтау тоқу үшін енді оларға 5-ші қатар тоқуға болады. Ал мен қазір бір ғана қатар тоқып шығамын. Аяқтағаннан кейін көрсететін боламын. Мына ханымдар, осылайша байпағымыздың екінші табанын тоқып алдық. Міне. Екінші табанын тоқып алдық. Енді осыны келесі видеода осы тоқыған байпағымызға табанына тігетін боламыз. Тоқыған бұйым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Басқа да менің видеоларымды көргілеріңіз келсе, қоңырау шамын баса кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.